Ассалаумалейкум. Бүгін бүгін бірінші тема 10 класс әдебият сабақлығынан Улума білім беру мектеплер үшін арналған әдебият сабақлығы 10 класс бірінші тема халық ауызекі дүрітушілігі туралы білімлерді ұлымаластыру. Жобасы халық ауызекі дүрітушілігі түрлері туралы ұлымалық түсініктерді еске түсіру, екінші халық ауызекі дүрітушілігінің жанрлық түрлері туралы білімлерді бекемлеу һәм шолу жасау. Халық ауызекі дүрітушілігі бұл әрбір халықтың мәдени өмірінде айрықша орын тұтатығын рухи байлық. Өйткені әрбір халық миллет болып қалыптаскенге шекем басып өткен дәуірлер давамында бірқанша экономикалық һәм социалдық процесслерді бастан кешіруменен бірге мәдени қадіриятларды қалыптастырып барады. Сондай қадіриятлардың бірі халық дүрітушілігінің көрінісі болған ауызекі әдебият, ямаса фольклор. Фольклордың жазба әдебиаттан басыл айырмашылығы ауызекі түрде дүретіліп, осы түрде таралғанлығы менен бірге ол атқарушылар тарапынан вариантласады, яғни атқарушылар тарапынан импровизация қылынады. Фольклорлық шығармалар бірқанша жанрларға бөлінеді. Олардан лирикалық жанрлар һәм эпикалық жанрларға бөлінеді. Білеміз, лирикалық жанрлар бұлар қос қатарлармен жазылған, ұйқасқа құрылған, яғни намаға салуға таяр шығармалар болады. Ал эпикалық жанрлардағы шығармалар болса, бұлар сюжетке, уақияларға құрылған болып, бұларда басылы орынды уақиялар, яғни қара сөзбенен жазылған прозалық шығармалар болады. Лирикалық жанрларға халық қосқылары, айтымлар, айтыс, нақыл-мақалдар, жұмбақлар, жаңылтпашылар һәм тағы басқалар кірсе, эпикалық жанрларға дастанлар, ертеклер, толғаулар, легендалар, тарихи әпсаналар, анекдотлар, ауызекі күреңлер кіреді. Жоғарыда атап өткен жанрларда өзінің ішкі жанрлық бөлінуіне ие болады. Халық қосқыларының өзі мұхаббат қосқылары, дәстүр қосқылары, мәусім қосқылары, хәужар, беташар, жоқлау һәм тағы басқалар болып өз ішінде жүкленеді. Балалар қосқылары болса, түлкішек, әуелемен, дуелемен, хәкке қайда һәм тағы басқа қосқыларға өз ішінде жанрларға бөлінеді. Бесік жыры, туған жер хақында қосқылар, ақыл-насият қосқылары, юмор сатиралық қосқылар, арнау қосқылар сияқты әрқилы тематикадағы қосқылар болып бөлінеді. Бұл жерде Қалайымбетов Ерболат жырау репертуарынан дастан жазып алып атырған уақыты 1929 жылғы суреттен көріңіз. Яғни қабарыңыз бар, жыраулар бұлар дастанларды атқарады. Қандай дастанларды? Қаһармандық дастанларды жыраулар қобыз жәрдемінде атқарады. Қарақалпақ халқы әзелден фольклорлық шығармаларға бай болған. Қарақалпақ фольклорының 100 томлығының баспадан шығуы бұл халық дүрітушілігінің бай екенінен һәм рәң-бәреңлігінен дерек береді. Мәселен, дасталар оғада көп вариантлыққа ие. Басқа жанрдағы шығармалар да ұсындай. Егерде олардың барлық вариантлар толық ұсынылса, Қарақалпақ фольклорының бірнеше жүздеген томлықларын басып шығаруға тура келер еді. Бұл жерде дасталарды 4 топарға бөлініп тұр, яғни дасталарды ілімпазлар 4-ке бөледі. Қаһармалық дасталар, тарихи дасталар, мұхаббат дасталар, яғни лиро-эпикалық дасталар, һәм де социалық дасталар. Бұл жерде атап өтетұғын нәрсе дасталардағы қаһармалық дасталар, тарихи дасталар, һәм де социалық дасталарды, темадағы дасталарды жыраулар қобыз жәрдемінде атқарады. Ал мұхаббат дасталарын болса бақсылар дутар жәрдемінде атқарады. Бұл жерде саз аспаптары атамасын дұрыс табың. Бұл жерде сол Қарақалпақ халқы өз дөретпелерін осы аспаптардың намаларына салып атқарған. Төменіне жазып кетсеңіз болады. Бұл жерде Ещан бақсы Қосболатовтың суреті. Демек бағана айтып өттім, жыраулар қобыз жәрдемінде қаһармалық дасталарды атқарады да, ал бақсылар дутар жәрдемінде мұхаббат дасталарын, лиро-эпикалық дасталарды атқарады екен. Бұл жерде сол өтілген темадағы мағлұматлар бойынша сұраулар берілген, яғни 5 сұрау берілген. Бұны айтаман.
Бұны айтқан уақытта сіз паузаға қойып жауабын айтып өз біліміңізді сынап көрсеңіз болады. Бірінші, халық ауызекі дөретпелері дегенде нені түсіндіңіз? Екінші, халық ауызекі дөретпелерінің жанрлық түрлері қандай туралы қандай түсініктерге ие болдыңыз? Үшінші, халық ауызекі дөретпелерінің халықтың рухи өміріндегі ахметі қандай? Төртінші, жыраулар қандай дастан түрлерін атқарады? Бақсылардың атқаратын дасталары қандай? Бесінші, алпамыс дастаны қандай дастан түріне кіреді? Қырық қыз дастаны ше? Дасталардың мазмұны бойынша өзгешелігін түсіндірің. Демек, бұл үлгіде болса, жаңа атап өткенімдей, халық ауызекі дөретпелерінің жанрлық түрлерге жіктейсіз. Бірінші лирикалық жанрға, екінші эпикалық жанрға. Бұл жерде төбесінде мысалы тарихи толғаулар, халық қосқылар деп екеуіне үлгі берілген. Неге тарихи толғауларда лирикалық жанрларға кірмейді ме? Бұл жерде эпикалық түрге кіріп тұрды ғой деуіңіз де мүмкін. Жаңа айтып өткенімдей, тарихи толғауларда не бар? Уақия бар, сюжет бар. Яғни үлкен уақия, үлкен көлемдегі шығарма. Ал халық қосқыларында болса, ол жерде лирикалық, яғни лиризм, яғни сезімлерге құрылған болады. Сонымен бүгінгі сабағымыз жұмақланды. Диққатларыңыз үшін рахмет.